İslam, iman, ihsan jaylı biraz söz. Birde Jibril perişte paygambarimizdan İslam, iman, ihsan jaylı suraydı. Bu jurtqa belgili hadis edi. Al dinimizдің negizi осы үш tağandan turadi. Olarдің araсын bölüge bolmaydı. Biri kim bolsa, ustangan din толық bolmaz. Olar özara baylangan. Keyin осы үш tağan ulamalar жағынан jurtqa qarapayım da түсінікті етіп зерделенді. Bundağı İslam tağanı şariat аталынып, Ханафи, Шафиғи, Ханбали, Мәлики 4 мezhapқа bölündü. Olar dinimizдің денесін, сыртқы заңдарын құрады. İman tağanı Maturidi және Әшғари болып, екі мектепке бөлінді. Олар dinimizдің сенім көзқарасын бекітті. Ал ihsan tağanı tasavvuf немесе суфизм немесе сопылық тарихат аталынып, жүрек тазалығына арналды. Ол адам руханиятын күшейтуге баса мән береді. Сопылық тарихат дегеніміз ihsanның арнайы жүйеге түсіріліп, адамдарға қолайлы етілген түрі. Сопылық тарихат 41 тармақ болып, барлығы пайғамбарымыздан бастау алған. Оның ішінде Нақшбанд тарихаты пайғамбарымыздан сахаба Әбу Бәкір Хазірет арқылы келсе, қалған 40 тарихат Хазірет Әли арқылы келді. Кең тарағаны Нақшбанд тарихаты. Ал біздің қазақ ата бабаларымыз оларды білей ұстанған. Олардың шариғат мезхабы Ханафи, ақидасы Матуриди, сопылығы Нақшбанд болған. Олар Алтын Орда Өзбек хан тұсында сопылықта Яссауиді ұстанса, Қасым хан тұсында Нақшбанд тарихатын ұстанды. Адам ислам қабылдаса, мұсылман болар, ал ислам, иман, ихсан яғни шариғат, тарихат, ақида үшеуін толық атқарса, мүмин болар. Демек әрбір мүмин мұсылман, бірақ әрбір мұсылман мүмин бола бермес.